Былтыр 73 мың білім беру гранты бөлінді. Оның 10 мыңы Маңғыстау және Атырау облысының жастарына бөлінді. Және бұл гранттар игерілмей қалды. Оның себебі неде? Егер біз игере алмайтындай грантты беретін болсақ, және бұл мемлекет басшысының қаңтар оқиғасынан кейінгі тапсырмасы болды. Оның жүзеге асырылмауы, сапалы жүзеге асырылмауының басты себебі неде? Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, ғылым ордасына қарасты орталық ғылыми кітапхананың қараусыз қалуы. Сіз бұл туралы білесіз, өйткені 2 ай бұрын бірқатар ғалымдар, жас ғалымдар, PhD докторлар, Алматы қаласының тұрғындары осы мәселені көтерді. Бүгінгі таңда ғылым академиясына қарасты орталық ғылыми кітапхананың жағдайы тіпті мүшкіл, және кітапханашыларының айлық жалақысы 90 мың теңге. Сіз ойланып көріңізші, Алматы қаласында 90 мың теңгемен кім өмір сүре алады? Біріншіден,